Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз білім жайында болмақ. Шын мәнінде білім біздердің қателіктерімізді түзеуге, бағытымызды нақтылауға, білім иелерімен бәсекеге түсуге, ең бастысы Алладан шынайы қорқуға алып келеді. Қазіргі жастардың көбі білімді ғаламтор беттерінен тапқысы келеді. Осының салдарынан жастарымыз діннен басқа ешбір саланы қажетсінбейтін болып барады. Ең өкініштісі, осындай бір бағытты жастардың қоғамда көбеюі болашақта елдің тұтқасына, оның дамуына үлкен кесірін тигізері анық. Осы орайда білім алудың маңызы жайлы және оның ерекшелігімен біршама танысып кеткен жөн. Алла өзінің шариғатын адамзатқа алғашқы түсірген кезден-ақ білім іздеудің маңыздылығын айтқан. Бұған дәлел ретінде Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға алғашқы түскен мына аяттар дәлел бола алады. Ей Мұхаммед, жаратқан Раббыңның атымен оқы. Ол адам баласын ұйыған қаннан жаратқан. Оқы, Раббың аса ардақты. Раббың сондай ілімді қаламмен үйреткен. Ол адамзатқа білмеген нәрселерін үйреткен, деді. Өкінішке орай, қазіргі жаһандану заманында еліміздегі білім алудың маңыздылығы жайлы бірі білсе, бірі білмейді. Сонымен қатар, олар ислам дінінің қашанда білім алуға үндейтінін тәрк етеді. Мұның себебінің бірі мұсылманшылықтың толық парқына жетпегендіктен болады. Білім мұсылманның қашанда Алланың алдында дәрежесін көтереді. Құранда Алла сендерден сондай иман келтіргендердің және ғылым бергендердің дәрежелерін көтереді делінген. Адамзаттың ұстазы болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам білім алуға байланысты көптеген хадистер айтып кеткен. Солардың бірі білімді бесіктен көрге дейін іздеңдер десе, тағы бір хадисте білім іздену барлық мұсылманға парыз делінген. Мұндай хадистерді ұғынған кез келген мұсылман үшін білім іздеуге қашанда құштары артары анық. Сонымен қатар имам Ғазали өз сөзіне былай дейді: білім Аллаға қатысты және жаратылыстарға қатысты білім болып бөлінеді. Мұсылманның өз Раббысын тану үшін ізденген білімі әрбір адамға парыз. Мұндай білімді күнделікті ізденіп, амалмен жүзеге асыратын болса, ондай білім мұсылманды жеңіске жетелейді. Ал басқа да дүнияви, медицина, инженерия, экология секілді тағы басқа білімдер, бұлар фарз кифая болып табылады. Яғни, мұндай білімді кей адамдар меңгерсе, басқа адамдардың мойнына бұл парыз түсіп қалады деген сөз. Яғни, Ғазалидің бұл сөзінен біз діни білімнен бөлек басқа білімдердің алудың да өзіндік пайдасы бар екенін аңғаруға болады. Қазіргі мұсылмандардың басым көпшілігі осы білімдерді ізденумен айналысады. Алайда, мұндай білімдерді ізденудің де өзіндік шарттары бар. Яғни, ол мұсылманның сенімі дұрыс болу, құлшылығы түгел болу, әрдайым бойын жаман амалдардан таза ұстау, мінезі жақсы болу, ұстанған бағытты дұрыс болу, білімге деген ықыласы болу, ұят пен тәкаппарлық қасиеттерден арылу секілді. Осы шарттарды естігенде Әл-Фараби атамыздың білімнен бұрын адамға тәрбие керек деген сөзі есімізге түседі. Сонымен қатар, білім алуға байланысты Абу Ханифа өзінің шәкірті Абу Юсуфке ең алдымен білім іздеуге тырыс, кейін дүниелік несібеңді алу үшін жұмыс жаса, содан кейін ғана өмірлік жар табуға әрекет жаса. Ал егер бірінші дүниелік несібеңді, байлықты көздесең, білім алуға уақыт таппай қаласың, және білімсіз тапқан байлық сені сараңдыққа жетелеп, көзіңді шел басады деп өсиет айтқан. Хасан Басриде ешбір бағытсыз алынған білім туралы былай делінген: білімсіз амал істеген адамның қоғамға тигізер пайдасынан зияны көп болады. Білімсіз адамның бағыты бұлыңғыр. Сондықтан білімді алдымен өзіңе, сосын қоғамға пайдасы тиетіндей етіп ал. Қатар дін істері министрлігі Ислам дінін насихаттау басқармасына қарасты пәтуа шығару орталығының 99-69-6 пәтуасында дүнияуи білім алуға байланысты былай делінеді: қоғамға пайдасы бар дүнияуи білімдерді алудың үлкен сауабы бар. Кез келген адам өзінің ғылыми жолын анықтап, ондағы мақсаты қоғамның тыныштығы мен пайдасын көздесе, онда ол білім жолында игілік бар. Ал игілік бар жерде сөзсіз сауапта болатыны анық.